Аталған азаматша алтын алқа алқасымен марапаттауға құжаттарын ағымдағы жылдың 20 қаңтар күні тапсырған. Қазіргі таңда 19 қазан 2023 жылға Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен алтын алқамен наградталды. Алқалар мен алқа кітапшалары келгеннен кейін салтанатты түрде табыстау рәсімін өткізетін боламыз. Бізде оның алдында бір маман жасап кетті. 2022 жылдың аяғына қарай сол маман жасаған уақыттағы құжаттар бізде қалып қойған базаға салынбай, яғни сол үшін бізде одан кейін, яғни жылдың басында тапсырған құжаттар кішкене кешіктірілумен жолданды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалар туралы заңының 28 бабына сәйкес алтын алқа алқасымен 7 баланы өмірге әкелген және тәрбиелеп өсірген аналар наградталады. 7-ші баласы 1 жасқа толғаннан кейін, яғни баласы 1 жасқа толғаннан кейін жергілікті атқарушы органға өз құжаттарын тапсырады. Ол кісі 20 қаңтарда тапсырды. Ол алтын алқаның да, күміс алқаның да мемлекеттік награда статусы болғаннан кейін ол әртүрлі этаптардан өтеді. Біз құжаттарын қарап, құжаттары бойынша награда қағазын толтырамыз, оны облыс әкімдігіне жібереміз. Облыс әкімдігі қарап, президент әкімшілігіне жібереді. Президент әкімшілігінде комиссияның шешімімен алтын алқа немесе күміс алқа статусы беріледі. Заң бойынша 7 бала және одан да көп баланы дүниеге әкелген аналарға тиесілі алтын алқа. Алайда кейбір жағдайда, мысалы ананың өзінің немесе балаларының соттылығы болған жағдайда комиссия шешімімен оның қандай заңның қай бабына сәйкес соттылығы бар екеніне қарай кері қайтарылатын жағдайларда болады құжаттары. Мемлекеттік награда болғасын бірнеше этаптан өтеді. Біз облыс әкімдігіне жібереміз, тексеріп құжаттарын қарап, облыс әкімдігінде де қаралып, сол жерде тексеріліп, президент әкімшілігіне жібереді, президент әкімшілігінде комиссияда қаралып, солай ортада бірнеше уақыт кетіп қалады. Енді біз жыл басынан бері жалпы 42 ананы алтын алқа алқасымен, 151 ананы күміс алқасымен марапаттадық. Соңғы 19 қазандағы жарлық бойынша 63 ананың наградалары келе жатыр.